Путиннің өзі 2017 жылы 11 майда Москвада митинг болған. Навальныйдың. Содан қашып Назарбаевқа Астанаға келіп, Назарбаев оны арақты беріп әбден ішкізген ба білмеймін. Маған Москвадан видик жіберді. Путин бүйтіп тұр. Казахи наши братья. Это трагическая нация. 75% этого народа вырезано. Бауыздалған деді видикта. Сонда мен қалай? 75% бауыздаған ба? Сонда біз 25 қалғанбыз ба? Онда қайда деді? Содан кейін Москвадағы айтты, не торопитесь, мы вам сейчас скажем. Содан кейін продолжение видик былай болды. Сталиннің приказы болған деді Путин. Тюркские племена біреуін қалдырмай өлтіру керек, бауыздау керек, олар біреуі тірі қалса, нам не жить деген. Тюркские племена это казахи. Казах деген переводится свободный, бесстрашный. Бұлар ешқашанда қазақтар құл болмаған. Сталин айтқан, құл болмаған. Бұлардың қызы да, ұлы да воины. Бұлар бесстрашный, свободный народ. Бұлар біреуі тірі қалса, бізге нам не жить, поэтому барлығын өлтіру керек. Сонда Иосиф Виссарионович, біздің Ванька бірінші неміске сатылып кетті Гитлерға. Екіншісі на белом коне с белым флагом шешендер кетті Гитлерға. А кто ж там воюет? Тюркские племена, казахи деген, Жуков. Сонда Сталин айтқан, что вы говорите? Тогда я приказ меняю. Ана тірі қалған қазақтарды, если біз жеңсек, ана үйлеріне жібермейсіңдер, по лагерям, қалған қазақтарды по лагерям. Сонда екі қазақтың, мына бір қазақтың үстінен арыз жазып, сдаст, продаст, предаст, соларды ғана үйіне жібереміз. Қазіргі мына тірі жүрген қазақтардың бәрі солардың тұқымдары, сатқындардың тұқымдары. Поэтому тұрмай жатыр. Мен о қазақтарға айтып жатырмын. Қазір мына өлген балаларды саттыңдар. Түрмеде мынандай адам көрмеген пытканы жасап жатыр. Оны жасаған ақасы периодеті мынандай неменен якуттарды әкеліп неше түріне жасап жатыр. Қалай сендер бүгін жай отырсыңдар? Қалай тамақтардың ішіп жатсыңдар? Тамақты ішіп жатырсыңдар? Қалай бісміллә алла дейсіңдер, нағылетсіңдер? Қазақты саттыңдар. Ертең сендердің балаларында да мен айтты демейді. Мен сақып жұмысшылар қозғалысы.